Адам ата пейіштен қуылған кезде жерге төрт көзді қанатты пырақпен түскен екен. Бейтаныс мекен адамның жүрегіне үрей салады. Пырақ пейішке қайта көтерілмек болғанда адам жалыннан құшақтап жібермей қояды. Уа жасаған ем, мен жат жерден қорқып тұрмын, жаныма пырақты серік ет дейді жалынып. Тәңірісі, ей пырақ, адамның қанаты, жау тисе қорғаны бол, адал қызмет ет деп пырақты жерге қалдырады. Ат амалсыз көнеді, қанаты түсіп қалады, қанатындағы күш қайраты аяғына ауысады. Пырақ жерге үйрене алмай жұмақты аңсап жылай береді екен. Көп жылағаннан төрт көзінің екеуі суалып көрмей қалады. Аттың маңдайындағы көзге ұқсас шұңқырлар құрғап қалған жанардың орны деседі. Содан бастап ат адамның ажырамас серігіне айналады. Ат, ер қанаты деген сөз содан қалыпты. Жылқы неге тұрып ұйықтайды? Адам ата жерге түскен соң оны ібілістің асқыруымен жылан шағып өлтірмек болады. Адам ата Алладан пана тілейді. Ұлық Алла, сен үшін желден жылқыны жараттым, игілігіңе мін, жануардың жотасынан сипа, асаулығы басылады. Мінсең көлік, ішсең сусын, қашсаң қорғаның, ұшсаң қанатың, сол болады дейді. Адам жылқыны үйретіп мінеді. Адам ата ұйқыда жатқанда жылан келеді. Жылқы жыланның басын мыжып өлтіреді. Адам аман қалады. Жылан атаулы осыдан бастап жылқыдан сақтанатын болады. Жылан ұрпағы кегін алу үшін жылқының ұйықтаған сәтін аңдиды. Жылқы одан сақтанып тұрып ұйықтайды екен. Ертеде жылқы күнге қарап былай дейді: о барлық жан жануарларға тіршілік сыйлаған қайырымды күн, мені жануарлардың арасындағы ең сұлулардың бірі деседі жұрт. Солай екенін өзім де сеземін. Сонда да кейбір дене мүшелерімді бұдан да әдемірек етуге болар еді-ау деп ойлаймын. Сонда қай жеріңді түзей түсуге болар еді деп ойлайсың, деп сұрайды күн күлімсіреп. Егер дейді жылқы, сирақтарым бұдан да ұзындау және сидаңдау болса, мен тіпті алдына жан салмайтын жүйрік болар едім. Мойным аққудың мойнындай ұзын болса, маған ол бұдан да әсем көрік бітірер еді. Төсім жалпақтау келсе, қазіргіден де алымдырақ болар еді. Оның үстіне адамзатты арқалап жүру үшін жотамнан мәңгі алынбайтын ер болса, тіпті жарасып тұрар еді. Жақсы қалағаның болсын дейді күн жайраңдап, сәл күте тұр. Соны айтады да күн жерге түйені түсіреді. Денесі алпамсадай тұрқы арбиған жануарды көрген жылқы жеркенгеннен қалшылдап қоя береді. Міне сен қалағандай ұзын да сидаң аяқ, аққудың мойнындай ұзын мойын, жалпақ кеуде, ері де дайын. Қалай сенің де осындай болғың келе ме деп сұрайды күн. Жылқы әлі де есін жия алмай қалшылдап тұрады. Жоқ дейді тілі күрмеліп. Ендеше жөніңе жүр дейді күн жылқыға. Саған өз бойыңдағы да жетеді. Әркім өз қасиетін бағалауға тиіс. Содан бері жер бетінде түйе де өніп өсе бастапты. Ал жылқы болса, түйені көрген сайын әлі күнге дейін денесі дір ете түсіп, қалтырай бастайды екен.